Саламатсыздар, құрметті көрермендерім. Бүгін қамыр дайындаймыз. Әртүрлі пайдаланатын бәлішкеде, тәтті бәлішке, бауырсаққа да, шелпекке де. 500 грамм ыстық су алып, оған 50 грамм маргарин салдым. Және де 2 шай қасық, кішірек шай қасық тұз салдым. 2 шай қасық қант салдым. Осыны бәрін араластырамыз жақсылап. Және де салқын суым ыстық болғасын 200 грамм салқын сүт құйдым. 2/5, 3/2 сүт болу керек. Негізінде менде кішкене қоюлау сүттім. Және 1 шай қасық дрожжи қосып, осыны бәрін араластырамыз. Ұн қосып, қамыр илейміз. Өте жұмсақ қамыр илейміз. Бұл қамырды мен әрқашанда пайдаланам. Бауырсақ пісірсем де, шелпек пісірсем де, бұны тоңазытқышқа, морозильникке, не болмаса холодильникте сақтауға болады. Бүгін пісіре алмасаңыз, жай холодильникке салып, ертең күні пісірсеңіз де салқын бойымен ешқандай жаман болмайды, өте дәмді болып шыға келеді. Және де дәмді тәтті бәліш қылдырып, духовкада да пісіруге болады. Кешіресіздер, духовкада ортасына алма, алмұрт салып, не болмаса вишня ма, смородина ма, сондай тәтті тағамдар салып, ортасына сондай бәліш пісірсе де өте дәмді болады. Алдында мен көрсетіп едім ғой, етпен пісірген бәлішімді дәп осы рецептпен мен жасаған. Осы рецепт әр жағдайда қолдануға болады. Мен сосын ойладым, духовкаға пісірем бе деп, бүгін көрсетейін бәлішті деп. Бірақ бір кісілер звондап, қонаққа шайға келе жатырмыз деп, соны жанталасып, 1 жарты сағат қалды ол кісілер келуге. Сондықтан мен жақындап қалғасын шелпек пісіруге оңайлау болды. Сондықтан 7 шелпек пісіріп, бүгін жұма болып, жұма тем более сол шелпек пісірдім. Міне осы бәліш, оны қамырымда көтерілген жоқ әлі толқын. Сондықтан қамырым көтерілмесе де осындай шелпек пісіруге шештім. Мінекей, осы қамырды әрқашанда пайдалануға болады. Самса қылдырып духовкада пісіруге, сосиски, тесто қылдырып ортаға сосискасын салуға болады. Картошкамен бәліш пісірсеңіз, майда пісірсеңіз, духовкада пісірсеңіз де, бұны әр уақытта пайдалануға болады. Өте жақсы қамыр, жұмсақ та. Сондықтан мен осындай қамыр илеп, өздеріңізді жеңіл қылдырып көріңіз жұмыстарыңызды. Каналымызға жазылуға ұмытпаңыздар, қолдаңыздар қазақша контентті. Әрқашанда білген бар рецептімді саламын, бөлсем сіздермен. Ылғи салатын оңай рецепттер көп, қолды бөгелмейтін дүние. Осындай қамыр илеп, бауырсақ, шелпек, пирожки ма, тәтті бәліш пісіріп қолданыңыздар. Мен каналыма жазылуға ұмытпаңыздар. Видеома лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар.